Bir, iki, üç. Сәлем достар. Бүгін біз автоматты реттеу жүйесінің теориясынан тағы келесі сабақта бастаймыз. Тақырыбымыз сызықты автоматты реттеу жүйесінің статикалық және динамикалық сипаттамаларын талдау. Мынау терминдер біз білуіміз керек. Негізгі терминдер бұл жерде статикалық және динамикалық сипаттама. Осыларды қалай аламыз? Сол туралы әңгіме. Міне екеуіне де плюс қойып қойғам. Міне бастайық. Жалпы басқару жүйесі мына екі бөлшектен тұрады: реттеуіш және басқару нысаны. Және басқару жүйесі ол түрлендіргіш болып саналады. Мынау басқару жүйесінің құрылымы, біз оны білеміз. Ол сызықты басқару жүйесі ол сызықты буындардан тұрады. Мына жерде үш басқару есебі келтірілген. Ол анализ, яғни талдау, екінші идентификация, үшінші синтез. Мынау басқару есебінің қойылуы берілген. Бұл жерде біз басқару нысаны, оның моделімен, біз нысанның өзі емес, модельмен жұмыс істейміз. Осы модельге әртүрлі ұйытқулар беріледі, шеттік шарттар беріледі, қойылады, белгілі бір уақытта зерттеледі, сосын шектеулер болады. Оның күйін біз қалай бақылаймыз? Әрине датчик арқылы. Датчик арқылы біз күйін бақылап, сол күйін біз басқаруымыз керек. Не арқылы? Басқару алгоритмі арқылы. Ал басқару алгоритмі ол белгілі біздің критериімізді қанағаттандыру керек, яғни басқару мақсатын. Осы алгоритм бойынша басқару сигналы арқылы біз басқару нысанын басқарамыз. Кез келген сызықты жүйе, оның динамикалық сипаттамасы беріліс функциясымен анықталады. Оның мынандай үш параметрлер бар: P, I, D. Сызықты буындарға келесі буындар жатады. Біз оның бәрін қарастырғанбыз. Пропорционал, интеграл, дифференциал, инерциялы буын, периодты буын, кешігу буыны, интегралды, дифференциалды, яғни форс буын. Және бұлар статикалық және астатикалық болып та бөлінеді. Сызықты жүйені қандай сигналмен зерттейміз? Әрине іске қосу сигналы, немесе хевисайд, немесе степ функшн арқылы. Бұл сигнал арқылы біз динамикалық тәртіпті аламыз. Ал динамикалық тәртіп ол сызықты автоматты жүйесінің негізгі тәртібі. Динамикалық сипаттамаларды талдауда келесі көрсеткіштер қолданылады. Ол мынау алтауы: статикалық ауытқу, реттеу уақыты, қайта реттеу, переливирование, яғни бірінші максимумға жету уақытысы, тербеліс коэффициенті, қанша рет өтпелі сипаттама тербеліске ұшырағаны, сосын сөну дәрежесі, немесе колебательность. Осы көрсеткіштерді алсақ, біз автоматты реттеу жүйесінің сапасын зерттеген боламыз. Мысал берілген. Мынау басқару нысаны, оның беріліс функциясы берілсін. Оның біз мынау T аралығында, уақыт аралығында, 0 мен 10 аралығында, яғни біз оның динамикасы зерттеуіміз керек. Және осы нысанның графигін сызуымыз керек, және оның бұл параметрін анықтауымыз керек. Қалай шешеміз? Ол қандай әдіс? Ол графоаналитикалық әдісті қолданамыз. Мынау бірінші формуланы қолданамыз. Сөйтіп, нәтижеде біз есептегенде мынау берілген буын, ол қандай буынға жатады? Тербеліс буынына жатады, екінші ретті. Оның теңдеуі осындай функциясы. Сосын параметрлері осындай. Графигі біз VC ортасында алдық. Автомат түрде біз оның беріліс функциясын берсек, ол VC ортасы автомат түрде оның графигін, яғни өтпелі сипаттамасын шығарып береді. Осы графиктегі біз мынау 6 параметрлерді
анықтай аламыз. Және есептейміз, анықтаймыз, екеуі сәйкес болды. Сөйтіп көзімізді жеткіздік, ол дұрыс екендігіне. Ендігі тәртіп статикалық тәртіп. Статикалық тәртіп бұл автоматты реттеу жүйесінің үлкен бөлігін, яғни 80% құрайды. Және ол динамикалық тәртіптегі жұмысының нәтижесі болып табылады. Статикалық сипаттамаға әрине статикалық қателік жатады, Е атты. Бұл қателікті біз Тейлор қатарымен өрнектей аламыз, мына формуламен. Сөйтіп біз S0, S1, S2 деген параметрлерді табамыз. Нәтижеде бұл параметрлерді анықтадық. Ол 1-ге тең, S1, S0, S1 минус 0,2 және S2 0,106-ға тең. Оның барлығы мынау графиктен көруге болады. Осы графикте біз оны көзімізде жеткіздік. Пайдаланған әдебиеттер осы. Осы Бороденко мен Лазутаның кітабы бізге көп көмегін тигізді. Жақсы, сау болыңыздар.